Алла Тағала бізді сынақсыз қалдырмайды ешқашан. Біз сыналамыз. Оны да Алла Тағала білдірмей жатып сынай салмайды. Алла Тағала білдіреді бірінші. Құрандағы аятымен білдіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бақара сүресінде айтқандай, «Валя наблуаннакум», біз әлбетте сендерді сынаймыз дейді. Басқа жолы жоқ па Раббымыз? Жоқ, әлбетте сендерді сынаймыз дейді. Қалай? Немен? Бишейин минал хауфи вал жуғи. Сәл қорқытамыз сендерді. Қараңыздар. Сәл аш қылдырамыз сіздерді. Ва нақсин минал амуал, кемітеміз аздап. Нені? Нақсин минал амуал, мал дүниелеріңді кемітеміз. Тексереміз. Ризықты менен деп жүрсің ба, әлде айлықтан деп жүрсің ба? Көрсетеміз өзіңе өзіңді. Заяға кетіп баратқан шығар өмірің. Әлі де Алла Тағаланы дұрыс танымаған шығарсың. Айлығың азайып қалған кезде настроениең түсіп кете ме, түсіп кетпей ме? Тексереміз. Оны сынамай жатып ақ біледі Алла Тағала. Бірақ неге сынайды? Біз білмейміз ғой өзімізді. Ва яхсабуна аннахум мухтадун дегендей, олар ойлайды дейді, біз бәріміз тура кетіп баратырмыз деп. Жоқ. Тура емес нәрселер көп. Соның бәрін сынайды. Малдарынан кемітеміз. Минал амуали вал анфуси, жаныңнан кемітем. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Жаныңнан кемітем деген ауырып қалуымыз. Немесе жаңа біреудің кішкентай баласы дүниеден озып кетсе мысалы. Ол оның ісі. Бізде таңдау еркі жоқ ол жерде. Өйткені біз оныкіміз ғой. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Қандай нәрсені бұл дүниеде сізден алып қойса, қараңыздар, сіздің ақыретіңіз үшін алып қояды, есіңізде болсын. Өйткені сіз ақыретіңізді уайымдамайсыз. Түсіндіңіз бе? Сіз ақыретіңізді олай уайымдамайсыз. Алла Тағаланың рахымы сіздің ақыретіңізді қамтыған, тек дүниеңізде емес. Сондықтан сізден бір нәрсені дүниеңізден, денсаулығыңыздан бір нәрсені алса, оны ақыретіңіз үшін алып қояды. А сіз өздігіңізден сараңсыз бермейсіз. Біз осындай болып қаламыз кейде мысалы. Самарот, егіндеріңнен де кемітеміз біраз. Биыл жеміс берсе, келесі жылы жеміс бермей қалатындай жасап жіберуіміз мүмкін дейді Алла Тағала. Сол кезде түрің қандай болады сенің? Жүзің, көзің, жүрегің не дер екен? Алланы таныған сөз шыға ма? Әлі де көп нәрсені түсінбеген біреудің сөзі шыға ма? Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сосын осы сынақтар міндетті түрде болады дейді Алла Тағала. Сосын әркімге Алла Тағала ешқашан бір үлкен ауыртпалық әкелмейді. Алла Тағала әркімнің жүрегінің дәрежесін біледі. Сол жүрегінің дәрежесіне байланысты сынайды. Ешқашан Алла Тағала тарапынан тозаң салмағында әділетсіздік жасалмайды. Ешқашан тозаң дәрежесіндегідей сынақ, әділетсіздік сынақ жасалмайды адам баласына. Міне осы сынақтар келіп атқан кезде ол бәрібір келеді. Түсінген адамның басына да келеді, түсінбеген адамның басына да келеді. Бірақ кім ұтады? Кім ұтады бұл сынақта дейтін болсақ, Аллах Тағала айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: "Ей пайғамбар, уа башшири сабирин." Сол сынақтардың кезінде сабырлық танытқандарды қуандыра бер дейді. Қараңыздар. Қуандыра бер дейді оларды. Міне жаңағы Аср сүресіне қарайтын болсаңыздар, иман келтіргендер, салиқалы амалдарды іске асырғандар, өзара ақиқатты үгіттескендер, және өзара сол ақиқаттың жолындағы қиыншылықтарға сабыр еткендер. Сол сабырды бір-біріне үгіттескендер. Бауырым, сабыр ет. Алла Тағала ақыретіңе үлкен сый жасап қойын деген ғой. Сондықтан жаңағы кішкене ауырып қалғансың ғой дегендей мәселелер. Егін сол себептен жеміс бермей қалған ғой деген мағыналар айтылады. Міне бағанағы дүниенің ішіндегі кереметтер қандай? Зикрулла, Алла Тағаланы еске алу біріншісі. Екіншісі, Алла Тағалаға бойұсыну. Үшіншісі, не білім беруші болу керексіз. Төртіншісі, не білім алушы болу керексіз. Міне, осы нәрсе. Осы төрт нәрсенің ішінде біз жүрсек, сіз істеген қолыңыз қай дүниеге тиіп кетеді, сол дүние алға салады ғой. Түсіндіңіз ба? Сіз көлік сатып аласыз, анжақта ақыретке иман келтірмейтін адам көлік сатып алады, сіз де көлік сатып аласыз. Екі көліктің арасында үлкен айырмашылық барды. Өйткені мына көлік
сатып алынғаннан кейін ол мақтанады. Сол көлікті сатып алғаннан кейін де қарасаңыз өзі қасында тұрып, бұл көлік негізі күшті көлік дейді бұл. Бұның моторы мынандай екен, бұның мынандай екен деген 20 минут, 30 минут сөйлесіп тұру мүмкін бір-бірімен. Түкке татымайтын әңгіме. Ешқашан мұндай әңгімеге араласпаңыздар. Көлікті алдыңыз ба? Көлікті өзің Алла тағала риза болатын жолыңызда пайдаланыңыз. Міне қараңыз қандай мәселе. Жұмысыңызға барасыз, адал жұмысыңызға барып жүрсіз ба? Сіздің көлігіңіз құлшылықта. Алланың алғысында жүр ол көлік. Көрдіңіз ғой? Біреуде таксовод етіп жүрген кезде жаңағы бір 5-6 адамды ары бері тасыдыңыз, сосын біреуін Алла ризашылық үшін тасып апара салайыншы десеңіз. Бұны бұл жақтағы кісі істей ала ма жаңағы ақыретке, мысалы ақыретті қаламайтын кісі? Ол істей алмайды оны. Ал сіз істейсіз. Өйткені ақырет сіздің жүрегіңізде орын алған да. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол да үлкен үй салады. Сіз де үлкен үй саласыз. Үлкен айырмашылық бұл жерде. Оның үйі мақтаныш үшін салынған. Көрдіңіз бе? Жаңа Алла тағала өз Құранда айтады ғой. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва'ламу. Қараңыздаршы, біліп алыңдар дейді бізге. Біліп алыңдар. Аннамал хаятуд дуния. Бұл дүние тіршілігі лағибун. Алла тағаланың қасындағы бағасын айтады Алла тағала. Біз мысалы Раббымызды ұлықтағаннан кейін әрбір қолыңызға алайын деп жатқан нәрсеңіздің бағасын білу керексіз ғой. Магазиндегі бағасы, мысалы мына бір телефон магазинде 25 мың тұрады дейік. Алланың қасындағы бағасы ше. Лағиб, ойын дейді. Қараңыз қалай түсіндіреді, тәрбиелейді. Ойыншық дейді бұл. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Тек егер пайдалы іске асыратын болсаңыз, бұл сіздің қызметіңіз үшін жаралған нәрсе болады. Лағиб, ойын. Одан кейін лахун, ермек қуу дейді. Дүние тіршілігі деген өзі осы дейді. Ойнау, ермек қылу, сосын вазина, сосын сән салтанат. Кімде қандай киім бар, кімде қандай шалбар бар, кімнің туфлиі қандай, кімнің көлігі қандай дегендей мәселе ғой. Уа тафахурун байнакум. Жаңағының бәрін жинап атқан кездеріңдегі мақсаттарың мынандай дейді дүниеде. Тафахурун байнакум. Өзара бір-бірлерімен бәсекелесіп, кімдікі күшті екен деген өмір дейді. Осы үшін өмір сүріп жатыр дейді өмір. Тафахур, мақтаныш үшін. Ананың үйі мындай екен. Мен де осындай қып салайын деген нәрсе. Содан ажырамай өмір кетіп жатыр дейді соған. Уа такасурун. Сондай өзара көбейтісу. Нені? Фил амуали вал аулад. Мал дүниені көбейте беру. Бала шағаны көбейте беру. Сосын баласымен мақтанып отырады бір кісі. Менің балам анау үлкен қызметте істейді. Егер де ол бала Алла тағаланы мойындамай жүрсе, одан не пайда? Әр нәрсе ақиқат болу керек. Әр нәрсенің шынайы жаңағы бағасын, ақиқатын түсіну керекпіз де, біз құр босқа мақтана бермейік. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сондықтан бұл дүниедегі нәрсе осы. Ал егер де сіз ақыретке иман келтіргеннен кейін бұл дүниені пайдаланасыз. Сіз бұл дүниені пайдаланған кезде ақыретіңіз үшін пайдаланасыз. Мысалы Абу Дарданы қараңыздар. Күніне 10 дирхам табады екен Абу Дарда. Сахаба, радиаллаху анху. 9-ын таратып жіберем дейді. Бұл не деген жүрек ол? Ол біздің түсінігімізде дені дұрыс емес адам сияқты. Жоқ, оның дені дұрыс, біздікі дұрыс емес. Түсіндіңіз бе? Біз сол өзімізді ақтау үшін бірдеңкелерді айтамыз сосын. Көрдіңіз бе қандай? 9 дирхам таратып жібереді да, біреуін ғана қалдырады екен, үйіне жетеді екен бүгінге. Неге бірақ дирхам қалдырасыз? Маған бүгінге жетеді дейді бұл. Ертеңгі күнім ертең дейді. Не деген? Неге олай істейсіз? Пайғамбарымнан өмірімді асыра алмаймын. Саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыз қандай мәселе да? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай дұға жасап кеткен екен. Өзіңіз ойлаңызшы, кім өзінің отбасына бұндай дұға жасай алады? Ол бізден талап етіліп тұрған нәрсе емес ол. Бірақ біз пайғамбарымыздың дәрежесін таниықшы. Сонда жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай дұға жасайды екен. Аллахумма джал ризқа аля Мухаммадин қутан дейді. Я Аллахым, Мұхаммедтің әулетінің ризығын бір күндік тамақтан қылып отыршы дейді.
ертең белгісіз әлі. Түсіндіңіз ба? Айша анамыз айтады ғой, радиаллаху анха, ма шабиға Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ва ахлаху саласан атбаан. Саласан атбаан мин хубзил бурри дейді. Хатта фарақат дүния. Айша анамыз айтып отыр да. Аллах елшісі дейді, еш қашан, және отбасы да, еш қашан 3 күн қатарынан тойып көрген емес дейді. 3 күн қатарынан тойып көрген емес дейді ол кісі. 2 күн тоқпаса, 3-ші күні міндетті түрде аш дейді. Сонда жеп жүрген нәрсе дейді, Айша анамыз айтады. Сол нан ғой дейді. Мен хубзил бурри. Хатта фарақат дүния. Осы дүниеден ажырағанша күні осындай болған дейді. Және бұл өзінің таңдаған жолы еді дейді өзіне. Раббысы сондай бір қазыналарды сұнған кезде, бәл әжуғу яуман. Әшбәғу яуман. Раббым, одан да бір күн аш, бір күн тоқ болған өмір керек маған деген. Не деген мәселе еді? Пайғамбарымыз саллаллаху Айша анамыздың үйіне бір ансарлық әйел кісі келіп, Айша анамызбен сөйлесіп отырады. Айша анамыздың үйі бір-ақ бөлме, кішкентай бөлме. Сонда жаңа жердегі жұқа тозған төсекті көреді, жаңа көрпені. Көрпе деп аталуға келмейді. Жаңа ансарлық сахаби әйелдің жүрегі қатты нетіп, үйіне кетіп қалады да, сөйтіп Айша анамызға бір қалың көрпе алып келеді. Осы көрпені алыңыздар үйлеріңізге деп. Айша анамыз жаңа көрпені қабыл алады. Сөйтіп көрпені жайып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйіне келген кезде, мынау не дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Сонда Айша анамыз айтады, бұны сол ансарлық әйел кісі бізге алып келіп еді. Сіздің көрпеңізді көріп, сосын алып келді осыны дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи руддихи, ей Айша, қайтарып берші мына көрпесін дейді. Сосын үйден шығып кетеді. Екінші күні келеді. Мен көрпені әлі бере алмай жүрдім дейді. Я Айша руддихи, ей Айша, қайтарып берші мына көрпені. Сосын қайтадан шығып кеткен. 3-ші рет кеп айтты дейді соны. 3-ші рет айтқаннан кейін ғана қайтарып бердім дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, я Айша, ей Айша, руддихи, қайтарып берші мына көрпені өзінің иесіне. Валлахи дейді, Алла мен ант етемін дейді. Лау ши'ту, егер де мен қаласам еді дейді, Раббым маған берейін деп тұрған нәрсесіне. Ла ажраллаху маия Джибаля захаби вал фиддати. Егер мен тек қаласам еді дейді, Раббым менің қасыма дейді, ешқашан ажырамайтын алтын мен күмістің тауларын жүргізіп қояр еді дейді. Бірақ мен қаламадым дейді бұны. Мен қаламаған нәрсені үйімде ұстама, Айша. Қандай мәселе? Мен қанағаттанғанмын дейді осы өмірге. Фақри дейді сосын. Осы бір күн ашық болып, бір күн тоқ болып жүруім, бұл менің мақтанышым дейді. Қандай мәселелер. Осындай биік дәрежедегі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы ва ма ана ва дуния, мені мен дүниенің арасында қандай мысал болуы мүмкін дейді. Фа инна ма ана ва дуния, шындап келген кезде мені мен дүниенің арасындағы мысал тек мынандай. Карокибин, мен бір көлікке мінген жаңа жолаушымын дейді тек қаназыр. Тек қана бір жолаушы секілдімін дейді бұл дүниеде. Истазалла тахташ шажарати. Дүниенің мысалы бір ағаштың мысалы дейді көлеңкелі. Мен бардым да соның астына сәл демалдым. Сумма раха ва таракаха. Сосын сол ағаштың қасынан кетіп сол ағашты тастап кеткен адам ғанамын дейді мен бітті. Басқа менің мысалым, байланысым жоқ дейді дүниемен дейді. Дүние тіршілігімен.